Бұл Швейцария, жер бетіндегі жұмақтың көлеңкесі дерсің. Мұнда таза көл мен өзен, басын мәңгі мұз шалған таулар, сарқырама, қырат, жартас, құз, Альпі тауының етегіндегі жасыл желектің бәрі бар. Әдетте тревел видеоларымның басында кадрға шығып амандасатын едім. Швейцариядағы видеомада амандасу түсіргем. Бірақ давайте уақыт жоғалтпай бірден Швейцарияның ғажаптарына көз жүгіртейік. Себебі Швейцарияның ғажаптарына көзді дұрыстап алдымен дайындап алуымыз керек. Сонымен Швейцарияға 8 күндік сапарым кезінде не көрдім? Сіздерге бұл видеода не көрсетем? Қысқаша шолып шығайық. Алдымен Альпі тауына шығамыз. Одан соң Швейцариядағы ең әдемі шың Маттерхорнға сапар шегеміз. Маттерхорн тауына шығамын деп қаза тапқан альпинистердің зиратын көрсетем. Одан соң Швейцарияның визиткасы Лаутербруннен мен Зермат қалашықтарына сапар шегеміз. Жер бетінен 2000 метр биіктіктегі таудың басындағы отельде түнейміз. Одан соң әлемдегі ең әдемі көлдің біріне барамыз. Швейцарияның айнадай таза ауылдарын аралаймыз. Әлемдегі ең биік темір жолды жоғарыдан да төменнен де көреміз. Швейцарияның VIP пойыздарымен бүкіл елді аралаймыз. Одан соң Швейцарияға қалай баруға болады әрі қанша шығын кетеді деген сауалға жауап берем. Айта кетейін, бұл видеомда мәтін мен сөз аз болады, есесіне табиғаттың сұлулығын көп көресіздер. Ендеше жайлап жайғасыңыз, әлемдегі ең әдемі жер Швейцарияға саяхаттаймыз. Швейцарияға саяхатымызда әлемдегі ең ғажап әрі ең әдемі ауыл Лаутербрунненнен бастайық. Лаутербрунненге апарар жолдың өзі ғажап. Пойыз терезесінен табиғатқа көз тастап, Швейцарияға босқа келмегеніңді, алда талай ғажайып күтіп тұрғанын сезесің. Бұл жерге келсеңіз, ертегілер әлеміне тап болғандайсыз. Алдымен осы жерден менің камерам не түсіргенін көріп алайық. Лаутербруннен өзінің 70-тен аса сарқырамасымен танымал, сондықтан бұл жерді сарқырамалар алқабы деп те атайды. Лаутербрунненнің ең танымал жері мынау 300 метрден құлап жатқан Штаубах деген сарқырама. Штауб деген неміс тілінен аударған кезде шаң деген мағынаны береді. Мынау сарқырама жоғарыдан төменге құлаған кезде шаң болып жатқан сияқты, көзге солай көрінеді. Ал жалпы Лаутербруннен дегеннің өзі неміс тілінен аударған кезде шулы сарқырама деген мағынаны береді. Бұл қалада, бұл қалашықта, ауылда сарқырама өте көп. Солармен танысайық. Штаубах Швейцариядағы барлық сарқыраманың символы. Бұл таудан құлаған су өмір бойы тоқтамаған. Тек қыста қатып, әппақ мұзға айналады. Көктемде мұз сөгіліп, сарқырама қайта сарқырай құлайды. Сарқыраманы төменнен көрдік, енді орта тұсына барайық. Сол жердегі көріністі көрсетем. Кеттік. Сарқыраманың ортасына шығуға да күш керек, бірақ сарқыраманың ортасына апарар жолдың өзі ерекше бір живопис, ерекше бір әдемілік. Ағып атқан сарқыраманың ортасына келдім. Жаңбырлы күн әдетте мынадан саулап су көп ағады. Бүгін күн жылы, жауын жоқ. Сондықтан суда аз, дегенмен көрініс өте әдемі. Адам да аз әзірге. Таң қазір. Түстенге мына жерде адам сыймай кетеді. Енді сарқыраманың осы тұсынан Лаутербрунненге ашылатын мына сұлулыққа көз тассаңыз. Экранның өзінен осындай әдемі, ал өз көзіңізбен көргенде таңдай қағып, терең тыныстайсыз. Тау сілемдерінің ортасына қысылған Лаутербрунненнің қай бұрышында да жүрсеңіз, осы сарқырама барлығына жол нұсқау.
ауылдың ерекше бір күш іспеттес. Штаубақтан сәл алыстасаңыз, Лаутербруннен тағы бір әдемілігін ашады. Мына тау сілемдерімен жап-жасыл алқап адамды өзіне тартып әкетеді. Бұл елді мекен нағыз швейцариялық демалыс сыйлайтын бірден бір жер. Мұнда тыныштық та, сұлулық та, жап-жасыл әлем, тазалық, әдемілік те бар. Құдды бір табиғат ана медитацияда сияқты. Мүлгіген тыныштық деп айта алмайсыз, бірақ мұнда шулы сарқыраманың үні де, туристердің шуы да бұл тыныштықты бұза алмайды. Лаутербрунненнің қай бұрышынан қарасаңыз да, қай бұрышына барсаңыз да әдемілік. Бір тұсында маңғаз, бір тұсында нәзік күйде болады. Лаутербруннендегі ескі ағаш үйлерде, шіркеуде, ауылға пойыздың кірген сәті де ғажап. Ерекше бір медитация, ерекше бір терапия. Бұл жерге қарап, әлемде мұндай әдеміліктің барына сенбейсің. Бұл жерге келуге бүкіл адамзат баласы лайық. Мен де келе алдым, демек сіз де жолын тауып келе аласыз. Бастысы арман мен мақсат. Егер Лаутербрунненге келем десеңіз, Швейцарияның ірі қалаларынан, мысалы Цюрихтан, Женевадан, Базельден, Бёрннан, Интерлакен деген шағын қалаға келесіз. Одан кейін Интерлакеннен осы Лаутербрунненге арнайы пойызбен жетуге болады. Лаутербрунненге екінші рет келуім, бірінші рет келгенде сұлулығына ауыз ашылып жүрген еді. Сол кезде екінші рет келем деген мақсат болған. Мақсат орындалды. Бұрын келсем де бұл жолы алғаш көргендей болдым. Дәл осы жер ерекше бір жүрекке тыныштық сыйлайды. Өте бір жайлы, көшесін аралап жүре бергің келеді. Барлық жері контентке, барлық жері фотоға, барлық жері сториске сұранып тұр. Лаутербрунненнің сұлулығы бір жылға жететін энергиямен заряд болды, бірақ сұлулық мұнымен бітпейді. Қазір енді Лаутербрунненнен жоғары жаққа қарай көтерілеміз. Муррен деген жерге, Мурреннен, яғни жаңа біз Лаутербрунненнен таудың барлығын төменнен көрдік қой, жоғарыға қарай. Енді сол жоғарыға шығып, Лаутербрунненді жоғарыдан көреміз. Және менің қонақ үйім сол Муррен деген жоғары жақта, соған аспал жолмен және пойызбен көтерілеміз. Кеттік. Сонымен мына әдемілікті жоғарыдан көру үшін Мурренге жолға шықтық. Аспалы жолмен 15 минут, одан әрі пойызға отырамыз. Ал аспалы жолдың ішінен мынандай көрініске көз тастадық. Аспалы жол Мурренге апарар жолдың бір жолы ғана. Одан әрі пойызбен табиғатқа экскурсия. Қараңыз, мына жолдың өзі әдемі. Анау тұста алаңсыз жайылып жүрген қойлар да табиғаттың әдемілігіне әдемілік қосып тұр. Міне Мурренге келдім. Тау. Жоғары қарай шығуымыз керек. Муррен осылай қарсы алды. Қазір мына көріністі көреміз. Теңіз деңгейінен 1600 метр биіктікте жатқан Мурреннің кіреберісіндегі көрініске тағы бір көз тастаңыз. Тағы да түсіндірейін, біз Лаутербрунненнен таулардың барлығын төменнен көрсек, сол таулардың қазір біз жоғарысына шықтық. Муррен деген жердеміз. 2 күн осы Мурренде түнеймін, және сіздерге Мурренді көрсетемін. Мынау Мурренде мен қонатын қонақ үй. Таудың етегінде тұрған бұл қонақ үйге 2 күнге 220 франк төледім. Сонымен Муррендегі отеліме келдім.
ресепшндегі адам өте әдемі бөлмедегі балконынан қазір видті көрейік. Ең бастысы балкон. Айта алмайым. Сұмдық. Не төменде Лаутербруннен. Енді отельдің балконынан Швейцарияның мына тауларына тағы бір көз тастаңыз. Барлық сұлулықты көріңіз. Ал мынау отельдің таңғасы және Швейцарияның қайырлы таңы. Тау сілемдеріне, Альпі тауына көз тастап, таңғас ішудің өзі бір ғанибет. Таңғас ішіп болған соң Муренді аралауға шықтым. Бұл жерден көрер де айтар да көп. Міне Муреннің төменнен жоғарыдан төменге қараған кездегі көрініс осындай сарқырамалар ағып жатыр. Мына таудан ерген қарлар осылай сарқырама болып ағады. Муренде 450 адам мекен етеді. Ал қаладағы отельдерде күніне 2000 адам тоқтайды. Муренде мүлгіген тыныштық, табиғат аясында тып-тыныш өмір кешіп жатқан елді мекен. Осы жерден камерама түскен мына әдемі сәттерді ұсынайын. Осындай таудың басындағы шап-шағын ауылда мектеп бар ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Міне мектебі. Шап-шағын кіп-кішкентай. Мурен теңіз деңгейінен 1650 метрде орналасқан. Ал Муреннен жоғарда тағы бір жер бар дегенде естіп алып, оны да бағындырғым келді. Ақыр келген соң бәрін көрейін деп сол биіктікке бет алдым. Қазір енді Муреннен тағы да 1900 метрге қарай анау жоғары жақтағы ал мен Хубел деген тауға қарай шығам пойызбен. Сонымен ал мен Хубелдің басына қарай шықтым. Мынау міне Альп тауы. Осы жерден де көруге болады. Барлығының аттары бар, бірақ есте сақтау өте қиын. Дегенмен мына таулардың биіктігі 3000 метрден асады. Кейбіреуінікі 3000 метр, кейбіреуінікі 3000 метрден асады. Тау басында ресторан, балалар алаңы және мынандай әп-әдемі көрініс ашылатын алаңқай бар. Мына көріністі тамашалап, бұл таудың басында 2 сағат отырдым және шалқамнан түсіп жаттым. Анау шыңда Пит Глория деп аталады. Сол шыңның басында Джеймс Бонд өзінің фильмдерінің бірін түсірген. Сонымен танымал. Сонымен тау басынан түсіп, тағы бір әдемі ауылға бет алдым. Муреннен 2 шақырым жерде, яғни сәл төменде Гемельвальд деген шап-шағын малшылар ауылы жатыр. Енді сол ауылды аралап шығайық. Міне мынау сол Гемельвальдтың көрінісі.
Гиммельвальдте бар болғаны 150-дей ғана адам тұрады. Тұрғындарының көбі сиыр бағат, сыр мен сүт өнімдерін дайындап сатады. Гиммельвальдқа Муриннен тек аспалы жол арқылы я жаяу түсуге болады. Бұл жердің де аурасы мен ауасы адамды өзіне баурап әкетеді. Таудың саф ауасы мен қойлардың қоңырауының үні бүкіл шаршағаныңды ұмыттырады. Таңнан шыққалы тауаралап жүрмін, аяқта талды. Кешке қонақ үйге барып құлайтынымды, сеспей ұйықтайтынымды білем. Ал қазір мына сұлулыққа барынша қанып, барынша көріп қалғым келеді. Сонымен Лаутербруннен Муррен Гиммельвальдта әбден аралап Швейцарияның басқа әдеміліктерін көру үшін жолға шықтым. Сіздерге бұл елдің тағы бір символын, тағы бір ғажабын көрсетем. Швейцарияның Зермат қалашығына келдім. Бұл да бір өте әдемі жерлердің бірі. Негізгі мақсатым осы Зерматтың маңындағы Маттехорн тауына шығу. Маттехорн Европадағы ең биік 5 таудың қатарына енеді. Алдымен Зерматты аралап алайық, одан кейін шыңға шығамыз. Зермат бізді жауынмен қарсы алды. Мұнда 5000-нан аса адам тұрады. Ал жылына миллиондаған турист келеді. Зерматтың орталығы ашық аспан астындағы мұражайға көрмеге ұқсайды. Өте ерекше атмосферасы. Қандай ауа райына қарамастан, бүгін күн жауын болып тұр, бірақ сонда да атмосфера ерекше қаланың. Зерматтың төменінен жоғары қарай шықтым. Қазір қалашықта төбесінен қарап тұрмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай шап-шағын. Әдетте осы тұстан мына жерден Маттерхорн тауы көріну керек болған. Өкінішке қарай бүгін күн бұлтты, тауды көріп тұрған жоқпын. Бірақ менің мақсатым сол Маттерхорнды көру, түбі көрем ол тауды. Сіздерге де көрсетемін. Күн ашылғанша Зерматты аралайық. Тау бұл қалашықты әлемдегі бүкіл шудан тығып, қамқорлығына алғандай. Жайлы, жайбарақат тіршілік кешіп жатыр. Зермат бұрын шаруалар ауылы болған. Кейін 19 ғасырдың соңына таман Швейцария бұл ауылға темір жол салады, аспалы жолдар салып, туристік елді мекенге айналдырған. Содан бері бұл жерден адам аяғы үзілмеген, барлығы сол Маттехорн тауына шығу үшін Зерматқа келеді. Зермат Европадағы көріксіз қалалардың бірі. Мұнда жанармай мен бензинмен жүретін көліктердің кіруіне тыйым салынған. Қалада тек мынандай шағын электромобильдер ғана жүреді. Ал көлігі барлар машиналарын 15 шақырым жердегі Таш деген қалаға тастап кетіп, бұл қалаға пойызбен келуі тиіс. Швейцариялықтар осы арқылы Зерматты, яғни таза қала ретінде ұстағысы келеді. Міне, мынаның бәрі тоқпен жүретін көліктер. Мұнда полицияда, жедел жәрдемде бензинсіз көліктер. Қоқыс шығаратын адамдардың мына арбалары да электрмен жүреді. Зерматтың жауыны да, бұлттары да, қоңыр салқын ауа райы да өзіне жарасып тұр. Қоңыр салқын ауа райы қаладағы мына қоңыр үйлердің сәнін аша түсетіндей.
Зерматқа осылай жауын жауса, күн бұлтты болса, бұлттар көші басталады. Әдемі бір көрініс. Жаңа ғана жауын басылды, енді міне тауда бұлттардың көшкенін көруге болады. Зермат нағыз Швейцарияның қаласы. Мұндағы үйлердің басым бөлігі Швейцарияға тән стильмен ағаштан салынған. Мұндай ағаштан салынған ерекше үйлерді Швейцария, Австрия және Германиядан көп көресіз. Бірақ мұндай стильдің шыққан жері Швейцария. Швейцарияға келіп жатсаңыз, осындай ағаш үйлерді көп көресіз. Бұл швейцариялықтардың шале стилі, яғни қазақшаға аударған кезде шопанның лашығы деп аталады. Ежелгі заманда швейцариялықтар мал баққан кезде осындай ағаш үйлерде тұрған. Негізінен фундаменті тастан, ал үйдің өзі ағаштан тұрғызылады. Кейін швейцариялықтар шале стилін жетілдіріп көп қабатты үйлерді осы ағаштан сала бастады. Кигіз үй қазақтар үшін қаншалықты маңызды болса, шале швейцариялықтар үшін сондай маңызға ие. Зермат 2019 жылы әлемдегі ең үздік тау шаңғысы курорты атағын алған. Зермат маңындағы тауларда жазда да қыста да шаңғы тебуге болады. Маттерхорн шыңын бағындырам деп келетін альпинистер де баршылық. Альпинистердің алғашқы тобы Маттерхорн шыңына 1865 жылы шықты. Өкініштісі, Альпі тауы мен Маттерхорн шыңға шығам деген жүздеген альпинистің өмірін алды. Марқұм альпинистердің көбі қазір Зерматта жерленген. Мынау Зерматтағы альпинистер зираты. 1865 жылы альпинистер Маттерхорн тауын бағындыра бастағаннан бері барлығы 500-ге жуық альпинист көз жұмған. Солардың көбінің сүйегі осы жерде жерленген. Әрбір құлпытаста альпинистің аты жөні, қайтыс болған уақыты және қайтыс болған тау жазылған. Бұл жердегілердің барлығының ажалы таудан келген. Мария Маркел 1923 жылы дүниеге келіп, 1953 жылы Маттерхорнда қайтыс болған. Сонымен Зерматта бір күннен кейін жауын басылып, таң ата Маттерхорнды бағындыруға бет алдым. Сонымен бүгін күн ашылды. Қазір Маттерхорн тауына кетіп бара жатырмын. Билет құны таудың етегіне бару үшін $45 барып қайту. Қазір фуникулермен жүреміз, одан ары қарай канатный дорога. Зерматтан арнайы фуникулермен жарты сағатта Маттерхорн тауының етегіне жетіп бардым. Осы жерден Маттерхорнның, табиғат ананың бар сұлулығына куә болам. Таңертеңнен бастап, таңғы сағат 8. Мұнда жарыс болып отыр. Жаңа тауды көруге бара жатырмын арт жағымдағы. Таудағы ауа енді тамақтан өткен кезде жұп-жұмсақ. Ал мынау бағанадан бері жырлаған Маттерхорн тауы Европадағы ең биік 5 таудың бірі. Бұл әдемілікті көруге қалтамдағы соңғы тиынымды жұмсауға дайын едім. Мына көріністі әлемде бірде-бір суретші сала алмас. Міне мынау Швейцариядағы ең танымал тау Маттерхорн, Лейзи деген көлдің жағасынан көргендегі бейнесі. Әзірге әлі де таудың басынан толығымен бұлт кеткен жоқ. Анау бұлт кеткеннен кейін ұшар шыңы көріну керек. Бүгінгі күн негізі осы бұлттарды күтумен өтеді. Бұлт кетеді деп үміттенем, ал мына жердің ауасы мен айта алмаймын. Ауаның тазалығы ерекше жер. Бұл таудың жанында өзіңді бір құттай молекула сезінесің. Табиғаттың ғажабына бас иесің, сүйсінесің, таңдай қағасың. Көзіңе, тамағыңа жас тығылады. Шабыт аласың, келесі саяхатқа күш жинайсың. Сонымен Маттерхорнды көру миссиясы орындалды.
Енді Швейцариядағы Ротхорн деген тауды да бағындыру үшін сапарымызды жалғастырамыз. Ротхорн тауы да өзінше бір әлем. Міне, Зерматтан 3103 метр жерге шықтық. Айналаның барлығы тау, соларды көрсетем қазір. Ротхорннан шаршыңын қар басқан Альпі тауының сілемдеріне көз тастайсыз. Мына әдемілік көзге, миға, жүрекке ерекше бір тыныштық сыйлайды. Ротхорнда бізді швейцариялық мына қойлар қарсы алды. Ауылда қой бағып өскен мына мен тау етегінде қойды бірінші рет көргендей қызықтадым. Бұл қойлар жыл 12 ай курортта Альпі тауының етегіндегі шөпке тойып семіреді. Мойындағы қоңыраулары сыңғырлап. Таудан төменге, яғни Зерматқа түссе, мені мына әдемілік күтіп тұр. Матерхорнда Зермат жақтан да көру бұйырды. Ерекше көңілгүймен Зерматтан 3300 метр биіктікте орналасқан Горнеград деген шыңға бет алдым. Швейцарлар Зерматтан 3000 метрге шығатын арнайы пойыз жолын салып тастаған. Ал швейцариялық пойыздармен жүру де экскурсияның бір түрі. Пойыз жарты сағатта Горнеград станциясына жеткізді. Бұл әлемдегі ең биік теміржол станциясы. Дәл осы жерден Альпі тауының барлық кереметін көреміз. Міне, талай адамға арман болған Альпі тауының сілемдері осы. Қай тұсынан қарасаң да көз таймайтын сұлулық. Мынау Швейцариядағы ең ескі отельдердің бірі 1907 жылы ашылған, осы Горнеградта орналасқан. Бір күнге қонып шығу құны $300 басталады. Ал анау екі төбесіндегі мынау екі тұрған обсерватория, физиктер галактиканы бақылау үшін осы обсерваторияға келеді. Бір қызығы, мына таудың басында отель мен обсерваториядан бөлек шіркеу де бар. Альпі тауын бағындыруға бет алған альпинистер осы шіркеуде мінәжат етеді. Ал қысы жазы ақ көрпеге оранып жататын Альпі кез келген туристке де, альпинистке де әдемілігін ғана көрсетеді. Швейцариядағы мына таулардың әрқайсының өзінің атауы бар. Мынау Лискам деп аталады. Биіктігі 4527 метр. Ал мына таудың ар жағында Италияның шекарасы болып есептеледі. Матерхорн ең биік тау, жаңа айттым, 4478 метр. Одан кейін мына тұста Монте-Роза деген тау бар. Қазір оны көрсетем, оның биіктігі 4634 метр. Міне Швейцарияның Альпісі. Міне алдымда Монте-Роза шыңы, 4634 метр биіктігі. Талай альпинистің, талай тауға шығам деген адамның өмірін алған шыңдардың бірі. Альпі тауында мына Монте-Розаға қарап тұрып, кез келген жерден қайта-қайта видеоға түсіре бергім келеді, қайта-қайта фотоға түсіре бергім келеді, қайта-қайта кадр ала бергім келеді.
Альпі тауын айналшықтап ұзақ жүрдім. Тыныстап ұзақ қарап отырдым. Тау басында өзіммен арқалап әкелген ас ауқатымды іштім. Сұлулыққа көз тоймаса да, қимай-қимай Альпінің дәл осы тұсымен қоштасып, төменге ылдиладым. Горнерградтан төмен қарай түсіп бара жатырмын. Қазір анау тұсқа дейін жаяу түсем, одан кейін ары қарай пойызбен. Төменге түскен жолдың өзі әдемі. Қараңыз, Альпі таулары өзіне сәлем беріп келген әр адамды қимай-қимай шығарып салатын сияқты. Жаңа Горнерградтан осы жерге дейін, төменге дейін 40-45 минутта жаяу түстім. Дәл осы жерден Альпі тауы осылай көрінеді. Осы мен Зерматты, Маттерхорнды, Горнерградты аралап болдым. Бұл жермен қоштаспаймын. Бұйырса әлі келе жатармын, әлі көре жатармын. Ал қазір Швейцарияның тағы бір әдемі жеріне қарай бет алайық. Сонымен Зерматтан пойызға мініп, Швейцариядағы тағы бір ерекше жерге бет алдым. Жалпы Швейцарияның пойыздарымен жүрудің өзі бір әлем. Пойыздарының эконом классының өзі тап-таза, жайлы. Ал пойыздың терезесінен тамаша табиғатқа қарап отыра бергім келеді. Мына әсем табиғаттың барлығы ұзын жолды қысқартады. Терезеге қарап, музыка тыңдап, ойланып, миыңды тынықтырасың. Өз-өзіңмен идеяларыңды талқылайсың. 8 күндік саяхатта тек пойызбен қыдырдым, пойызға сендім. Швейцарияның пойыздарының өзі бір аттракцион. Терезеден қарап, табиғаттың сұлулығына қарап отыра бересің. Құлақта музыка, ал мына терезенің жағында әдемі көрініс. Негізі осы саяхатымда мен бүкіл Швейцарияны пойызбен аралаймын. Яғни бір қалалар мен бір ауылдың арасына барлығына тек пойызбен жүремін. 8 күнге мынандай Swiss Travel Pass деген арнайы карта сатып алдым. Яғни біз айтқанда проездной. 8 күн бойы осы билетпен мен бүкіл Швейцарияның пойыздарын, автобустарын, қайықтарымен, аспал жолдарымен тегін жүремін. Кейбір музейлерге, аттракциондарға 50% жеңілдік бар. Бұл 8 күндік карта билеттің құны $500. Швейцарияның пойыз жолдары да ерекше. Сол ерекше темір жолдың бірін көруге кетіп барам. Оны бірге көреміз. Алдарыңызда міне әлемдегі ең биік темір жолдардың бірі Landwasser виадукт. Биіктігі 65 метр, 1902 жылы құрылысы басталып, 1903 жылы пайдалануға берілген. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасына енген ерекше темір жол. Пойыз өткен кезде тіпті әдемі болады. Бүгін осы көпірді көру үшін, пойыз өткенін көру үшін, Люцерн қаласынан 3,5 сағатта осы жерге келдім. Таңғы сағат 9:30-да шыққам, қазір 1:30 болды. Жеткенімше осы болды. Бүгінгі күнім осы жерде өтеді, пойыз аңдумен өтеді. Өте әдемі көпір. Егер Швейцарияға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы жерге келуге болады. Қазір бүкіл әдемілігін көрсетемін. Осы тұста 1 сағат тұрып, виадук Landwassерден пойыздардың ерсілі-қарсылы өткен сәттерін күтумен болдым. Пойыз келе жатқаннан бастап, ерекше бір сәтке куә болатыныңа қуанасың. Міне сол сәттің біріне сіз де куә болыңыз. Бұл әдемі пойыз жолды көруге жылына мыңдаған адам келеді. Бәріне пойыздың өткені мен кеткені эмоция сыйлайды.
Көпірде 6 арка бар. Бүкіл көпірді салу үшін табиғи тастар қолданған, ал аркалардың арасындағы тастар бір-бірін ұстап тұру үшін темір пайдаланған. Ланвассер виадук көпірін жоғарыдан аңдыдық. Пойыздың арғы жақтан және бергі жақтан өткенін де көрдік. Енді осы темір жолды анау жердің астынан көруге де болады. Ыстық күнде жоғарыдан төменге түсу қаншалықты қиын болса да, пойыздың төменнен өткенін көру үшін төменге түсуге бел будым. Міне, жаңа жоғарыда болғам, енді 1,5 сағат дегенде жаяу таудан астына қарай түстім. Астынан пойыздың көпірі, темір жол осылай көрінеді. Тағы да пойыз күтем. Бұл жерден пойыздың жүргені тіпті әдемі көрінеді. Бірге көрейік. Бұл темір жолдан әр жарты сағат сайын пойыз өтеді. Пойызды тағатсыздана тыпыршып күтесіз. Құдды бір фильмнің декорациясы я баланың пойыз ойыншығы сияқты. Тау мен таудың арасын жалғап жатқан көпір 100 жылдан асып кетті салынғанына. Бұл көпір негізінен мыңдаған тонна ауырды көтере алады. Сонымен пойыздың дауысы естіле бастады, яғни келе жатыр. Көптен күткен сәтті бірге көрейік. Таңғы ұйқымды қиып ерте тұрып, саяхатымның бір күнін бөліп келгеніме, қаншама жерді жаяу жүргеніме өкінбеймін. Бұл сұлулық көруге тұрарлық. Өмірімде пойыздың жүйткігеніне, пойыз жолына қараудан рахаттанам деп ойламасам керек. Бұл да бір біткен іс болды. Пойыз жолын жоғарыдан да төменнен де көрді, ал пойыздың ішінен ше деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл ерекше темір жолды пойыздың ішінен де көрдім. Жүйткіген пойыздан түсіріп үлгерген кадрларым осы болды. Сонымен Швейцарияда тау тас араладық, енді көл көрейік. Швейцарияда таудың ортасына қыстырылған Оушененси деген ғажап көл бар. Оны Швейцариядағы ғана емес, әлемдегі ең әдемі көлдің бірі деседі. Бұл көлді биіктен көру үшін 2 сағат жаяу жүріп 1900 метр биіктікке шығу керек. Әлемдегі ең әдемі көлдердің біріне апаратын жолдың өзі әдемі тау қоршап жатыр. Оушененси көлі биіктен күшті көрінеді, сондықтан жолай көлді жағалап тауға қарай бет алдым. Жол ауыр әрине, бірақ 2 сағаттан кейін тау басына жеткен соң қандай әдемі көрініс ашылатынын ойласам, шаршауда, жол қиындығы да сөз болмайды. Тау басына жеткенше көрер әдемілік көп. Міне швейцариялық сиырлар 12 ай бойы курортта өмір сүреді. Альп тауының суын ішеді, Альп тауының жағасындағы шөптерді жеп семіреді. Оушененси көлін тау басынан көру үшін бар қиындыққа дайынмын деп бекінген бетім. Күн ыстық болса да алған беттен таймай жоғары шығып барам. Маған қазір ана таудың басына шығу керек. Жет қалдым төбесіне. Вот. Төбеге шығып баратқан кезде алдарыңыздан швейцариялық сиырлар шығады, қоңыраулар бар, және осындай демалып, су ішіп отыратын шағын кафе де бар. Шамамен 2 сағат қойдым төбесіне шыққанға кеткен. Уақытым қазір төбеден Оушененси көлін көреміз. Міне Оушененси төбесіне жеттік. Төбесінен қарағандағы көрініс дәл осындай.
Ауасы тап-таза. Көріністі айта алмаймын енді. 2 сағат бойы жаяу осы тауға шыққаныма еш өкінбеймін, өйткені тағы айтамын, мына вид, мына көрініс әлемдегі ең әдемі көлдердің бірі. Швейцариядағы ең әдемі көл. Міне осы төбесіне жеткеніме өте қуаныштымын. Бұл көл негізінен теңіз деңгейінен 1578 метр жерде орналасқан, ал мен қазір осы көлді төбеден қарау үшін 1914 метр, теңіз деңгейінен 1914 метр биіктікке көтерілдім. Негізінен бұл көл Ocean and Sea көлі мына таулардың опырылып құлауынан кейін пайда болған. Ең терең жері 56 метр. Сонымен Ocean and Sea көлін тау басынан көру миссиясы орындалды. Енді 2 сағат жаймен төменге түсу керек. Төменнен көл суын кешіп, аяқ суытамыз. Шамамен сол 2 сағаттан соң төменге түсіп, көл суына аяқ малдым, дамылдадым. Бұл да бір біткен іс болды. Ocean and Sea көлінен кеш бата Кандерштек деген шап-шағын мына ауылға келдім. Осы ауылға қонам. Ал ауыл сондай жайлы, сондай тыныш, сондай әдемі. Швейцарияның тағы бір жып-жинақы майысқан қыздай әдемі ауылын көріңіз. Қараңыз, Швейцарияның ауылдары тап-таза. Көшелердің барлығына асфальт төселген. Мына мысалы шап-шағын ауыл. Кандерштек ауылында түнеп таңертең Швейцарияда 2100 метр биіктіктегі Айдахар тау аталып кеткен Пилатус деген тауды көруге келдім. Бұл тау елдің Люцерн деген қаласының маңында орналасқан. Люцерндегі ең әдемі таулардың бірі Пилатусқа келдім. Қазір Пилатусқа осы аспал жолмен шығамыз. Кеттік. Пилатус тауына аспал жолмен шығу үшін шамамен 30-35 минут уақыт кетеді. Ал дәл осы кабинаның өзі бір аттракцион, себебі төбесіне шыққанға дейін әдемі табиғатты тамашалап отыруға болады. Сонымен аспал жол бізді 30-40 минутта таудың басына жеткізіп салды. Міне Пилатустың жоғары жағына шықтым. Дәл осы жердегі көл, табиғат осылай көрінеді. Қазір толығырақ тағы да видеомен көрсетемін. Міне Пилатус тауының сұлулығы. Камерама жазылған барлық кадрды ұсынайын. Қазір енді төмендегі табиғатты мына жоғарыға шығып көреміз. Жұрттың бәрі соған шығып жатыр. Мен де соған қарай кеттім. Міне жаңағы биікке шықтым. Бұл жерден Пилатус осылай көрінеді. Пилатустың алыптығы мына көрінісі табиғаттың жаратылысына тағы бір бас идіреді. Мұндай әдемілікті, мұндай ғажапты фэнтези фильмдерден емес, мына жер ананың бір бұрышынан көруге болады. Егер Люцерн, Цюрих қалаларына келіп жатсаңыз, Пилатусқа жету оңай, себебі бұл тау осы екі қалаға жақын орналасқан.
Сізде осы ғажаптардың барлығын көргіңіз келер. Ендеше Қазақстаннан Швейцарияға келу үшін шамамен қанша шығын кетеді деп ойлап отырған боларсыз. Қанша шығын кететінін есептеп көрейік. Егер сіз Швейцарияға 8 күнге Қазақстаннан қыдырып келем десеңіз, кемі 1.300.000 теңге шығын кетеді. Бұған билет құны, қонақ үй, тамақ, туристер жаңағы түрлі тауларға, аттракциондарға кіру үшін билет құны және Швейцарияны 8 күн бойы аралайтын пойыз билеті кіреді. Қонақ үй күніне кемі 60 франктан басталады. Мен ең арзан қонақ үйім сол 60 франк болды, ең қымбаты 130 франк болды. Барлығы қонақ үйлердің көбі таңғы аспен болды. Сіздер де қонақ үй алған кезде таңғы асымен алыңыздар. Мен қонақ үйлердің көбін сол Booking сайтынан таптым. Swiss Travel Pass бұл сіздің 8 күн бойы Швейцарияны кезетін билетіңіз. Құны 8 күнге 400 франк. Бұл билетті алып алсаңыз, Швейцарияның пойыздарымен, автобустарымен тегін жүресіз. 8 күн бойы бүкіл Швейцарияның пойыздарымен тегін жүруге болады. Бұл өте тиімді, ақша үнемдеуге де, бағасы өте қымбат болуы мүмкін. Мысалы 400 франк, ол шамамен енді теңгеге шаққандағы құны міне. Бірақ сіз жеке-жеке әр қалаға пойыз билетін алсаңыз, бұдан көп шығын шығып кетеді. Сондықтан Swiss Travel Pass алғаныңыз дұрыс. Ал тамақ бойынша, тамақты егер супермаркеттен күнделікті жейтін тамақтарыңызды алып жүрсеңіз, онда шығын 10-15 франкты құрайды. Ал кафеге, ресторанға, фастфудқа барсаңыз, онда күнделікті шығыныңыздың құны кемі 20-30 франк болады. Сондықтан тамақтан үнемдеу жағын сол супермаркет тиімді. Швейцарияға келу үшін виза керек. Шенген визаңыз болса, немесе Швейцарияның өзінің визасын алсаңыз болады. Ал ұшақ билеті бойынша, негізінен ұшақ билеті 300.000 теңгеден басталады. Стамбул арқылы немесе Франкфурт арқылы келуге болады. Егер билетті ертерек алсаңыз, соғұрлым арзанға шығады. Швейцарияда жүрген 8 күнімде жер бетіндегі әдеміліктің барлығы бір жерге жиналғанына көзім жетті. Мұнда қауіпсіздік, тыныштық, сұлулық, жайлылықтың бәрі бар. Қазақ тілінде әдемілікті сипаттайтын барлық сын есімді осы елге қолдана бергім келеді. Аяғымен ақшам жеткен жерге дейін шарладым. Сізге бұл елдің сұлулығын көрсетуге тырыстым. Өзімде бұл саяхаттан энергия алдым, сізге де энергия беруге тырыстым. Швейцариядан қазақ тіліндегі алғашқы тревел блог түсіргеніме қуаныштымын. Менің тревел блогымнан көрген осы елдің әр қуысына өз аяғыңызбен келіп, өз көзіңізбен көру бұйырсын. Келесі кездескенше.